Отбасы мерекесін құру идеясы 2009 жылы әйелдер істері және отбасылық демографиялық жағдай жөніндегі мәселелерді зерттеумен айналысатын елдің ұлттық комиссиясы Қазақстанда отбасы күнін құру және оны жыл сайын 15 мамырда халықаралық отбасы күніне орайластырып өткізу туралы бастама көтерген кезде айтылды. 2013 жылғы 1 наурызда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының кәсіби және өзге де мерекелерінің тізбесіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлықпен елімізде жаңа мереке, яғни отбасы күні белгіленді және оны мерекелеу күні қыркүйектің әрбір екінші жексенбісі болып белгіленді. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Каждый человек любит и ценит дом, который является семейной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, которые в нем живут, всегда поймут, выслушают и поддержат в трудную минуту. Вот поэтому роль семьи для человека огромна. Все чаще в настоящее время семья воспринимается как носительница национальной культуры и основополагающих ценностей – счастья, благосостояния, единства, любви и взаимопонимания. Давайте семейные ценности чтить, давайте всегда своих близких любить, ведь только в семье мы поддержку найдем, пусть будет всегда полной чашей ваш дом, пусть дети и взрослые помнят всегда. Семья – это главное. Через года сумейте вы счастье свое пронести, пускай только лучшее ждет впереди. Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность, очень важны в нашей жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей. Мен Кумина Галина Победа ауылдық округінде китапханашы болып жұмыс істеймін. Мен өз отбасым туралы айтқым келеді. Отбасым өте тату. Қазақ халқының барлық салт-дәстүрін құрметтейміз және ұстаймыз. Менің жолдасым Владимир сварщик болып жұмыс істейді. Жолдасым мен екеуміз екі қызды Татьяна мен Альбинаны өсіріп тәрбиеледік. Кішкентайынан қыздарымызды кішіпейілдікке, адам құндылығын құрметтеуге тәрбиеледік. Олардың өз отбастары бар. Екі қызының күйеулері қазақ, Асқар және Талғат. 3 немерем бар, Асылбек, Сабина және Жасмина. Үлкені Асылбек 8 жаста, 2-ші сынып оқушысы. Біздің отбасымыз әр мейрамда басымызды қосып жиналамыз. Сүйікті тамағымыз бесбармақ пен бауырсақ. Біз қазақ халқының салт-дәстүрін сақтаймыз, құрметтейміз. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Құрметті жерлестер, сіздерді өз отбасымыздың атынан халықаралық отбасы күнімен құттықтаймыз. Отан отбасынан басталады. Әр шаңырақта береке, бірлік болсын. Отбасым менің жүрегім, отбасым менің тірегім. Отбасым менің отаным, тек сен деп соғар жүрегім. Семейным отношениям посвящено очень много книг. Тема семьи присутствует во многих художественных произведениях. Их истории такие непохожие, но это всегда не только увлекательное чтение, но и кладезень жизненных ситуаций, вопросов и ответов, которые всегда остаются актуальными. Предлагаем вашему вниманию книги, находящиеся в фонде Карабалыкской центральной районной библиотеки. От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником, Днем семьи. Искренне желаем всем семейного счастья и благополучия, радости, добра, семейного тепла и уюта и, самое главное, крепкого здоровья. Ароматом дивным, нежности пусть наполнится ваш дом, пусть звучат слова признания и не будет им конца, пусть сбываются желания, в унисон стучат сердца.